Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Балалар, экранға назар аударайық. Батаны оқып, мағынасын түсіндіріңдер. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін. Балалар, бата деген не? Бір істі бастамас бұрын адам ниетін түзеп тілек тілейді. Осы арқылы ой, ниет, тілек түгелімен бір арнаға жинақталып, тілек арналған адамның да, тілек тілеуші адамның да бойында үлкен қуат пайда болады. Ауыз әдебиетінің бір үлгісі адамға күш тартар бата тілектер осы негізде туған. Қазақ халқы осы құдіретті сезініп, әрбір іс қимылын ақ батамен бастап отырған. Бата беріп тілек тілеудің өзіндік жолы бар. Ертеде ел жиналған жиында батаны аузы дуалы жас үлкен ер адамдар немесе жұрт көңілінен шыққан сөз білетін адам беретін болған. Әулие не көп жасаған кейуана болмаса, ерлер отырған жерде ешқашан әйел адам бата бермеген. Ал балалар, осы бата тілектер қай кезде беріледі? Иә, дұрыс айтасың. Бұл бата тілектер ұлыстың ұлы күнінде беріледі. Ал осы бата тілектердің мағынасы қандай? Дұрыс айтасың. Ұлыстың ұлы күнінде ұлтымыздың жағдайы жақсы, елімізде молшылық болып, үнемі алдымыздан тек жақсылықтар шыға берсін деген мағынаны білдіреді. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылға жақсы тілек. Бұл сабақта сендер сұрақтарға жауап бересіңдер, мәтінді өз қалауыңмен өзгертіп айтасың. Мәтінді мұқият тыңда. Отамалы деген не? 2-3 күннен бері бұл өңірде күн бұлыңғыр болған. Және қыстың соңғы салқын тынысы сияқтанып, бір суық жел білінуші еді. Сәуір жаңа туды ғой. Сәуірдің басы осылай бұлтты, суық болатын әдеті ғой, деді Қарабас. Неге? Сәуір қыстың айы емес, жаздың айы емес пе? Жылда бүйтеді деймісің? Жылда сөйтеді. Сәуірді осы орысша не дейді? Апрель дейді. Ендеше сол апрелің осы. Сәуір болмай, тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей, жаз шықпайды дегені деп Қарабас Абайға айдың мәнін айта бастады. Бұл жөнде Қарабас Атшабарда Абай сезбей жүрген көп білім бар екен. Сәуір бұл айдың арабша аты, мамыр, маусым. Абай қазақша ай атының бәрін сұрап жаттап алды. Бірақ сәуір турасындағы жаңағы сөзді алғаш есіткені осы еді. Жазға салымның ең жайсыз кезін әнеу күні әжесі отамалы деп атап еді. Осы отамалы немене? Не деген сөз өзі? Деп Абай соны сұрады. Отамалы көкек айының 11-інде кіріп, 17-сінде шығады. Желсіз, борансыз өтпейді. Қыстың ең соңғы зәрі сонда. Отамалы деп атанғаны бір байдың отамалы деген қойшысы болған екен. Көкектің суығы басталған кезде әлгі қойды жайылысқа шығармайық, боран болады. Қойдың қыстан титықтап шыққан кезі малыңнан айырыласың десе, бай діні қатты адам екен, сен тоғышарлық қып алдап отырсың, деп отамалыны сабап-сабап қойды жайылысқа шығарады. Сол күні Құдай көрсетпесін бір қатты боран басталып, 3 күн, 3 түн соғып, бар қойы ығып кетіп, қырылыпты.
Қойдан қалмайын деп отамалы пақыр да үсіп өліпті. Көкөктің суығы отамалы атанғаны содан дейді. Әжең пақыр соны біледі ғой, деді Қарабас. Ал балалар, бұл мәтін қай романнан үзінді? Иә, Абай жолы романнан үзінді. Бұл романның авторы кім? Авторы Мұхтар Әуезов. Ал енді мәтіннің кейіпкерлерін атайық. Тамаша. Мәтіннің негізгі кейіпкері Абай. Ал Абаймен әңгімелескен Қарабас екен. Ал балалар, енді назарымызды бейнефильмге аударайық. Киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суып, басқан жері сықырлап келіп қалды. Абай атамыз табиғатты сипаттаса, айналаға жан бітетін сияқты. Абай атындағы академиялық опера және балет театры. Абай операсы. Абай даңғылы. Абай ескерткіші. Аға, сіз қазақта ақын көп болған деп едіңіз ғой. Онда неге барлық жерде тек Абай атамыздың аты жазылған? Дана, барлық жерде емес. Бірақ Абай атамызға деген құрметтің ерекше екені рас. Оны қазақтың бас ақыны дейді. Неге? Ол несімен ерекше? Абай жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Ол ұлы ақын, ғұлама ойшыл, аудармашы, әрі композитор болған. Онда ол бала кезінен өте қабілетті болған шығар. Иә, Абай жасынан білімге құштар, өте алғыр бала болған. Анасы Ұлжан мен әжесі Зере өздері білетін ертегі, аңыз әңгімелерді Абайға көп айтатын болған. Ал әкесі Құнанбай Абайды Семейдегі Ахмет Риза мешіт медресесіне жіберіп оқытқан. Бұл медреседен Абай мұсылманша білім алып, түрік, араб, парсы тілдерін оқыған. Шығыс поэзиясы және сөз өнерімен, оған қоса математика, география, жаратылыстану ғылымдарымен танысқан. Низами, Науаи, Физули және басқа да шығыс әдебиет алыптарының өлеңдерін көп оқыған. Өз бетімен орыс тілін үйреніп, орыстың Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Щедрин, Некрасов сияқты ойшылдарының еңбектерімен танысқан. Кейін олардан аудармалар жасайды. Сонымен бірге ағылшын ғалымы Дарвиннің, әлемге әйгілі ақын Шекспирдің шығармаларын да оқиды. Осылайша дүние танымын кеңейтіп, білімін шыңдай береді. Әкесінің қалауымен ел ісіне ерте араласқан Абай тез есейіп, жастайынан сөз өнеріне, билердің шешендік өнеріне құлақ салып, бойына сіңіре білген. Сонда ұлы ақын болу үшін көп оқу керек екен ғой. Көп оқып қана қоймай, жинаған білімді халқының жақсылығына, елдің пайдасына жұмсай білуің керек. Ендеше Абаймен әңгімелескен Қарабас кім? Ол Абайдың әкесі Құнанбайдың атқосшысы шабарманы екен. Пақыр байқұс деген сөз. Жарайсыңдар. Мәтінмен жұмыс жасайық. Ал енді осы мәтінде қай жыл мезгілі туралы айтылып тұр? Мәтінде көктем мезгілі туралы айтылыпты. Көктем айларын атап шығайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Ал енді осы көктем айларын үш тілде айтып шығайық. Наурыз, март, Мач. Сәуір, апрель, April. Мамыр, май, May. Жарайсыңдар.
Кезек сұраққа келді. Жолаушылар әңгіме қылған күн райының сипаты қандай еді? Күн бұлыңғыр, суық жел соғып тұрды. Әңгіменің басталуына не себеп болды? Осы бір суық жел мен бұлт айықпайды екен, деді Абай деген сөзден кейін әңгіме өрбіген екен. Тамаша, енді өз қиялыңмен өзгертіп, отамалы қойшының аман қалған туралы әңгіме құра. Бәріміз экранға қарайық. Бай жақсы адам еді, дұрыс айтасың деп, отамалымен келісіп, қойды қорадағы шөпке шығарады. Сол күні Құдай көрсетпесін, бір қатты боран басталып, 3 күн 3 түн соғады. Бірақ байдың бар қойы аман қалыпты. Бай отамалыға риза болды. Я балалар, сендер де осылай құрастырдыңдар деп ойлаймын. Тамаша. Мына бір сұрақтарға жауап берейік. Абайдың әкесінің аты кім? Абайдың әкесінің аты Құнанбай. Сәуір сөзі қай тілден енген? Иә, сәуір сөзі араб тілінен енген. Сәуір айы тағы қалай аталады? Дұрыс айтасың, көкек деп аталады. Енді бір ерекше сұрақ. Адам суықтан үсей ме, ыстықтан үсей ме? Адам суықтан үсейді. Күрделі сұрақтар. Бай деп қандай адамды айтамыз? Дұрыс айтасың, мәтінде малы көп адамды бай деп тұр. Сәуір болмай, тәуір болмас деп бұрынғылар текке айтпаған. Деген сөйлемдегі бұрынғылар кімдер? Я, бұрынғылар біздің ата-бабамыз. Қалай ойлайсың? Отамалы күн райының бұзыларын қалай білді? Я, себебі көкек айында үнемі осындай суық болады екен. Ол жылда қайталанады. Отамалы осыны білген еді. Отамалы деген не? Осы сұраққа жауап жазайық. Отамалы көкек айының 11-інде кіріп, 17-сінде шығады. Желсіз, борансыз өтпейді. Қыстың ең соңғы зәрі сонда. Көкектің осы суығын отамалы деп атайды. Балалар, жарайсыңдар, сендер де осылай жаздыңдар деп ойлаймын. Ақынның жыл мезгілдеріне арналған өлеңдерінен табиғаттың тылсым күшімен көркем болмысын, әлеуметтік өмір сабақтарын тануға болады. Ақын табиғат лирикасы арқылы адамның табиғаттың бір бөлігі екендігін, бір-бірінен ажырамас тұтастығын аңғартады. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар, адамзат анталанса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайраңдасып жаз күлер құрбысымен. Көрден жаңа тұрғандай кемпірмен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. Түйе боздап, қой қоздап қорада шу, көбелекпен құспенен сайда дуду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып, бұраңдап ағады су. Балалар, сендер сұрақтарға жауап бердіңдер. Мәтінді өз қиялдарымен өзгертіп аяқтадыңдар. Біз бұл сабағымызды қазақтың ұлы ақыны Абайдың 175 жылдық мерейтойына арнадық. Сау болыңыздар.